Бәріңізге сәлем. Бұл хаял қызлар туралы сөз етуші Күнделай подкасты. Бүгін бізде мейманда көплеген хаялардың ана атануына өз үлесін қосып жатырған шпакер Гүлайым Аметова. Хош келіпсіз. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Ажыпа, кеуіл кейпиятлар қалай? Жүда жақсы. Шаршамадыңыз ба? Шаршамадым. Жұмыстан сол сілерге тур келатырпын. Рахмет келгеніңіз үшін. Ажыпа, ітібар берген болсаңыз, бұл құтшаларды сіздің тарауыңызға, яғни медицина тарауына жақылатып іслеуге әрекет еттім. Бұлардың ішінде 1, 2, 3 деген саналар бар. Ал олардың темалары болса менің күнделігімде. Бірінші, тәжірибе менен бөлсемен. 2, адамнан адам шығу аңсат емес. 3, келін емес шаңарақ болуға таярлану керек. Бұл темалар бойынша сізбенен сәубетлескіміз келеді, бірақ бір теманы сайлап алуымыз керек. Оның үшін құтылардан бірін сайлайсыз, һәм сол санды маған айтасыз. Ала берейін ба? 3. Демек, бізде келін емес шаңарақ болуға таярлану керек. Ажыпа, темаға толық кіріспестен бұрын өзіңізге тоқталып өтсек. Адамда сондай бір дәуір болады, өзін өзі танып, өмірге бір басқаша көз қараспенен қадемнер ататұғын. Яғни, мақсетлері һәм харекетін бірлестіретұғын уақыт. Сол дәуір сізде қашан басланды? Қазір көпшілікке айтсам қызық түйілу мүмкін, бірақ кәсібімді таңлаған уақытым бұл менің кіші балалық дәуірімнен таңлағанман. 5 жасымда шпакер боламан дегенмен, соның ішінде шпакердің тап сол акушер-гинеколог боламан дегенмен. Ол қалай кішкентай уақытта ондай қылып айтады деп көпшілік қызықсынуы мүмкін. Менің ажапам бар еді, мединститутта оқитұғын еді ол уақытта. Сол үйге келетін еді студент уақытында. Мединституттағы оқу дәуірі, практикалар хақында, шпакерлер хақында, кеселіктер хақында айтқан уақытта, сондай дастұрханның бойында отырып, шаңырағымызбен расын айтқанда қарап отырып естетінек. Сол арада туу үйіндегі практикасы хақында айтты. Ол жердегі шпакерлер хақында, гинеколог шпакерлер хақында сондай қылып толқынланып айтты. Мен да боламан, гинеколог боламан, Құдай қалесе деген уақытта мен ойлайман сол дәуірден кейін шығар, менде сол кәсіпке деген мехрдің оянуына себепші болған инсан сол Айзада деген ажапам. Сол дәуірден басылап мен шпакер боламан, акушер-гинеколог боламан деп мақсет қылып қойғанман. Мен өзі 5 жастан барғанман да оқуға. 5 жастан барғанман. Мектеп дәуірінде білесіз ғой, репетитор таярлық болады оқуға кіруге. Сол таярлық дәуірінде сол мектептің уақытында химия биологияны сол мединститутқа тапсыратұғын тарауға мен қаттыға күш салғанман. Сөйтіп жүріп, репетиторға қатынап жүрген уақытында өзі бойымам кішкентай, өзім арық, кішкентай қызбан. Өзі 5 жасыңыздан бардыңыз? Кішкентай едім. Сөйтіп 10-11 класс оқып жүрген уақытымызда, таярлыққа барып жүрген уақытымызда, сол таярлық қылатұғын ұстазымызға мамам звонок етіп, анам звонок етіп, сіз айтың Гүлайым апа, аты Гүлайым деген мұғалім, сіз айтың, сізді тыңлайды ғой, бұл өзі кішкентай болса, ол мединститут деген ауыр, оның оқуы бар 7 жыл өмірі кетеді, оның ар жағына және 2-3 жыл оқитын болса, ауырып қалады бұл деп мені қаттыға қайғырып аяған. Сонда ұстазымыз енді мені біліміне қарап тұрып, сен химияға тапсыра ғой, сен биологияға тапсыр, сен мединститутқа тапсыр деп бір ажатып, түсіндіретін, жол жөнеліс көрсететін уақытлар болады еді. Енді сол білмедім, сол уақыттағы талапшаңылығымызға қарап па маған сен мединститутқа тапсыруың керек дейді. Телефоннан сөйлесіп болып, маған жаңағыдай қылып айтады да. Сол екен, оқуға тапсырдым. Оқуға тапсырған уақытымда еле паспорт алған жоқ едім. Паспорттың орнына жүретін қағаз беріп, сонымен оқуға кірдім. Сонымен оқыдық мединститутта. Қандай ажайып. Har бір адам өзі кішкенелігінен мен милиса боламан, мен доктор, мен мұғалім боламан деп айтады, бірақ үлкеймен дегенше сол арзулармен бірге жетіп келмейді. Ал сізде сол кішкентай уақытыңыздан басылап, сол арзуыңызға, мақсетіңізге жету үшін тырысып, қазір міне үлкен шпакерсіз, көп хаялардың аналық бақтын сезінуіне себепші болып атырсыз. Әлбетте, қандай ажайып. Жоғарыда айттық қой, келін емес шаңарақ болуға таярлану керек деп ажапа. Сол келілік өміріңізге сіз қашан кіріп келдіңіз? Өзіңіздің ойлаған уақытыңызда, ойлаған жасыңызда кіріп келдіңіз ба? Енді тұрмыс деген нәрсе бұл бір не десем болады, жас таңламайтұғын, инсан өзі
психоэмоционал тарептен таяр болған уақытта ғана кіріп келетұғын жағдайлардың бірі есапланады да. Менде бұл нәрсе 21 жасымда тұрмысқа шыққанман. Мединститутта 6-шы курста оқитұғын едім. Енді білесіз ба, инсан қай уақытта өзіне арқайын сенім білдіріп тұрмыс құра алады. Ол сенетұғындай, ол ертең иініне бас қоя алатұғындай, ертең арқа сүйетұғындай инсанды тапқанда ғана ол қорықпастан тұрмысқа шыға алады. Мүмкін мен сол жаста тапқаным үшінде менде ешқандай қорқыныш, я болмаса мен ерте шығып жатырпан, я мен кеш шығып жатырпан деген ой болмаған. Сол Әлбетте, социал тармақларда айтасыз, менің қолы қуатлаушым, менің ұстазым, һәм менің енем деп өзіңіздің қайненеңізді келтіріп өтесіз. Біздерде үлкен сұрау болады. Өзімнің қайненем деп әрдайым Гүлайым Ашпа социал тармақларда айтады. Ұстазым Шпакер деп. Сол Шпакер ұстазыңыз, енеңіз, мен мына шәкіртімді ертең келін қылып балама әперемен деп қатаң тәрізде баласы менен сізді таныстырған ба, яки өмірлік жолдасыңызбенен өзіңіз таныстыңыз ба? Енді көпшілікке қызық сұрау. Себебі да бар да, бұл неге десең, менің өзімнің қайненем сол еліміздің неше бір шаңырақларында сол перзентлі болуына, аман сау бауырына басуына, перзентлерін неше мың хаялардың өмірін сақлап қалуда, 40 жыл дауамында сол қызмет көрсеткен акушер-гинеколог Шпакер қазір құрметлі пенсия жасында. Көпшілік соңышынан ойлайды, мені енесі таңлап әперді деп. Ондай емес. Мен енемнің Шпакер екенін расын айтқанда көп уақытқа дейін білмегенмен, өмірлік жолдасымменен сондай студент уақытымызда, екеуміз студент едік. Камолот, қазіргі жастар істер агентлігі, сол уақытта Камолот дейтұғын еді. Сол Камолотты үлкен іләж болып, сол белсенді жастарды қамтып, сондай барлық жандай кіші орта оқу орындар болады, мына лицейлар, колледжларда жастарға өзінің саласы, өзінің тарауы бойынша кеңінен түсінік беру сияқты жұмыс, сондай іләж алып барған. Қамту жұмысларын алып барған. Сондай уақытта біздер институттың атынан саламат тұрмыс тәрізін қолап қуатлау, қыз бала қашаннан бастап тұрмысқа шығу керек деген темаларды көтеріп шыққан болсақ, менің өмірлік жолдасым университетті юридика факультетінде оқып, сол жерден олар енді жастар һәм құқық, низам дегендей темаларды көтеріп шыққан. Сол жерде танысып қалғанбыз. Ұзақ уақыт дос болып жүргенбіз. Сол екеуміз танысып, өзіміз тұрмыс құрғанбыз. Ешкім біздерге жаңағыдай көрістіріп, таныстырып деген нәрсе болмаған. Оның шаңырағында да, біздердің шаңырағымызда да өмірлік жолдасты таңлауда ешқашан араласу болмаған. Сол өзіне жақын деген инсанды, өзі жасайтұғын инсан ертең әйтеуір хадал болса, жақсы инсан болса деп тұрып, һәме уақытта таңлауды менің үйімде, оның үйінде өздерімізге қойып берген. Еркілік болған ол тәріптен. Қандай жақсы. Енді әрбір қыз өзінің келешектегі өмірлік жолдасын көз алдына елестетеді ғой. Идеал инсан болмайды, дұрыс, бірақ өзінің бір идеалындағы инсанды елестетіп жүреді. Сол инсан сіздің қазіргі өмірлік жолдасыңыз ба? Әлбетте. Біздер сол дос болып жүрдік деп айттым ғой, 2,5 жыл дос болып жүрген екенбіз. Сол Камолотта бірнеше жастар біргелікте жүретін едік, Хамизатты ойласатын едік, үлкен жұмыстарды алып баратын едік. Сондай дәуірде ешбір екеуміздің мінез құлқымыз еш тура келмейтұғын еді. Ұрсып қалатұғын едік, бір үлкен план, режелер дүзіп атқан уақытымызда оның пікірі басқа жақтан, менің пікірім басқа жақтан шығады. Мен оған ашуланып кетемен, ұрсып кетемен, я болмаса. Өз жоқлықтар плюс минус болып жаратылады дейді ғой. Тап сондай болған ұқсайды. Енді екеуміз сөйтіп ұрсып қала беретін едік. Әйтеуір заттың үстінде ілінісіп қаламыз. Сонда ол менің мінезімді көтермейді, маған менің пікірімді қолламағаны жақпайды. Сондай уақытларда ұстазларымыз айтатын еді, сіздер сөйтіп жүріп бір-біріңізді ұнатып қалмасаңыз, жақсы көріп қалмасаңыз болар деген уақытта мен күйеуім, қой байбай, адам қапылып қалса да, мен бұл қызға үйленбеймін, бұл менен төбелес жүретін жағдайым жоқ деп күлетұғын еді. Сөйтіп бір күндері әйтеуір
екеуміз енді жаңағыдай дос болып жүргеннен кейін, достың болғаннан кейін хамезатыңды айтасың, ашулансаң ам, қиналсаң ам, хамезатыңды білгеннен кейін бір нәрсеге мен хайран қалатұғын едім. Қаттыға өзімен мінезім мындай бірден қызып кететұғын, ашушақ, күйгелек мінезім бар еді. Сол уақытта екі ауыз гаппенен ондай емес қой, мынандай қылайық деп маған тур жолды көрсетеді де мен тыншып қалатын едім. Сол ұшынан мен сол инсанды таңлаған болсам керек деп ойлаймын. Және бір нәрсе айтып өтуім керек, қыз бала хаме уақытта өмірлік жолдас таңлауда бірінші болып идеалы әкесі есапланады. Дұрыс айтасыз. Әкесі есапланады, әкесінің салауаты, әкесінің мінез құлқы, әкесінің жүріс тұрысы, өзін тұтуы қаншелі жақсы болған сайын, әкесі инсан, жақсы инсан болған сайын, соншелі қыз бала соған ұқсас инсанды іздейді екен. Бұл нәрсені мен апай мысал етіп айтаман. Мен хамме уақытта айтатұғын едім достарының арасында, менің күйеуімнің бойы ұзын болу керек, қаттыға сауатлы болу керек. Юридика, өзім әкем құқық қорғау ұйымдарында істегеннен кейін, өмірінше сол қызметте жүргеннен кейін, менің тұрмыс құратұғын инсаным да сондай болу керек. Сонымен бір қатарда қаттыға хадал, инсаларға жәрдем беретұғын, жақсы инсан болу керек, түсінетұғын адам болу керек деп, сол затты Алла Тағаладан көп тіледім ба, тап сол ойымдағыдай инсанды жібергеніне, ұшатқанына қазіргі күнде Аллаға мың қатлы шүкір деп айтаман. Сол қолауына, сондай маған мені түсінуіне гәп жоқ. Рахмет, қандай ажайып. Қазіргі күнде 4 періштедей қызларыңыз бар. Ясмина, Гүлжамал, Лейла һәм Фатима. Ең бірінші аналық бақытын сезіндірген сізге Ясмина қызыңызды дүнияға келтірген уақытта қандай сезімдер басыңыздан өтті? Яки қандай бір сөз, гәп айттыңыз? Көп кішелерімізден, ашпаларымыз, достарымыз айтады, сіңліңді, өкеңді, яки пәленшені, төленшені дүнияға келтірген кезімде менің бірінші айтқан сөзім анама рахмет деген сөз болды дейді. Анама деген құрметім, мехрім жүта үлкен дәрежеде бекіледі деп айтады. Ал сізде қандай сезімдер болды? Өзіңіз акушерка, гинеколог сипатында. Бұл нәрсеге, бұл пікірге толығымен қосыламын. Қыз бала осындай хамнедарлық дәуірді, яқшы хамнедарлық дәуір өтеді, ол 9 ай давамында жүресең, бірақ босанатұғын уақытта, толғақтың уақытында көзіңе ешкім көрінбейді. Тек бір анаңды елестесең, туу үйінде практикада жүрген уақыттарымызда мама деп бақырғанына хайран қалатұғын едім. Себебі мен ол затты адам басына түспегенше ол затты білмейді. Әлбетте. Өзімде сол нәрсе болған уақытта мамамды көріп қатты жылап жібергенмен, мені қалай дүнияға келтірдіңіз, сондай қылып қиналып дүнияға келтірдіңіз ба деп жылап, сондай мамама деген турысында құрметім артқан. Өзі енді құрмет қыламыз, бірақ ол айтып отырған сезім ұлыма басқаша. Ол уақыттағы мұхаббат ұлыма басқаша болып кетеді екен. Кейін перзентті дүнияға келтіргенде, енді білмеймін, біздерде мүмкін менде болды ма, я басқаларда да сондай ма білмедім да, бірақ мен ана болдым ба, бұл рас па деп шетелдің киноларында көрсе келістіріп атады ғой, баласын жаңағы сүйіп. Менде өзім жасылық болды ма, ондай затлар қатты, ондай күшлі сезім, эмоция болды деп ойламаймын. Перзентім, қуандым қаттыға, бірақ ішімнен жасым үлкейіп, кейін ала 3-ші, 4-ші перзентлерімді дүнияға келтірген уақытымда сол сезімдерді өтті да ішімнен. Мынау менің бөпем ба, мынау менің перзентім ба деп қаттыға қуанып, басқаша сезімдер өтті. Бұл нәрседе инсанға жасының өтуіменен, жасы үлкеюіменен, өмірде көп нәрсені көруіменен келетұғын сезімдер екен деп ойлап қойдым. Әлбетте, қызларыңыз алдыңызда аман болсын. Амин. Қызлар тұрмысқа шықпастан бұрын гинекологқа, сол врач көрігіне баруға тартынады. Сол біздердің менталитетімізде бар да ол зат. Дұрыс, бар ол зат. Біздерде келін болу керек, тұрмысқа шығу керек деген ой болған уақытта бірінші болып не істейді? Бірінші болып сеп жинайды. Бірінші болып киім алады, мебелін алады, өзіне киінетін, сұлуланатұғын нәрселерін алады. Қазір жүда маба болып кетті. Жүда маба болып кетті. Енді біздер күлісеміз, жаңағы аманлық дәуірде тұрмысқа шығыппыз ғой деп күлісіп аламыз.
Енді har заманға бір заман дейді. Әлбетте ешқайсысына қарсылығымыз жоқ. Жағдай көтерсе қыла берің дейміз. Орнымен дегендей. дұрыс айтасыз. Өзіне жарасығыменен, орнымен қылған жақсы бола береді һәм нәрсені. Бірақ келілікке даярлану дәуірінде біз тек қана киім-кешек, боянатын заттарымыз, біздердің ыдыс табақларымыз, мебельдеріміз һәммесі бір шетте қалады. Онан кейін сол қызлар гинекологқа келуге ұялма. Жылына бір мәрте сізді еш нәрсе безата қылмаса да барып көрінің. Бұл нәрсе өзіңіз үшін керек. Қазіргі заман, экология, біздердің жеп ішуіміз, тұрмыс тәрізіміз жақсы емес. Хақиқатында да өзлеріміздің тұрмыс тәрізіміз жақсы емес. Қаншелі заманда жасау аңсат болған сайын инсанның денсаулығы соншелі төмендейді екен. Бұл хақиқат, фактластырылған зат. Сол үшін қазір Құдайға шүкір жақсы заманда жетіп тұрған, жеп ішуіміз тоқшылық заманда жасап атырған уақытта денсаулығымыз бәрін біраз төмендейді. Сол затқа қатты ітібарлы болу керек. Қазір бірақ бұдан 4 жыл алдылары келмейтін еді. Күшлі машқала болмаса, үлкен кисталар, өспелер болмаса қызлар келмейтұғын еді. Мен тұрмысқа шықпағанман деген қызды бір айына 2 рет, 3 рет көрсем көретұғын едім. Енді қазір бүгінгі күнде мен қаттыға қуанаман. Қызлар өзінде қолайсыз зат көрсе, я болмаса қолайсыз зат сезінсе, я болмаса тұрмысқа шығардан алдын еш жері ауырмаса да келеді. Доктор, мен не қылайын, мен тұрмысқа шыға жақпан, мен тұрмысқа шықпасымнан алдын ертең сау саламат перзентлі болуым үшін не витаминлар жеуім керек, қандай анализ тапсыруым керек деп өзінің денсаулығына қызығушылықпен қарайды. Бұл нәрсе қаттыға қуантырады. Себебі ітібар берген болсаңыз, бұрынғылары апа әжелерімізді естеңіз, 15 жылдан кейін босанған, 14 жылдан кейін туған, бөпелі болған деп тұрып айтады. Енді қазіргі күнге келіп, расын айтқанда, ерте дәуірден баслап көрініп, емленіп, тек қана қызларға байланысты зат емес. Бұл ер балаларда үйленбей тұрып, барлық өзінің қанегесіне барып тұрып, керекті анализларын тапсырып, егерде машқаласы болса, емленсе, жүда мақсатқа муафиқ нәрсе. Бұл нәрсені біздер шпакерлер тек қолдап қуатлаймыз. Халқымызда перзентті қаттыға жақсы көретін халықпыз. Біздерде барса ертесіне хамледар болып 10 күннен кейін туып бергенін қалиды біздерде, расын айтқанда. Жылда хамледар болып, жылда босанса да қуанып отырады үйінің іші. Сондай дәрежеде жақсы көреді перзентті. Соны затты есапқа алып, хаял адам тек қана перзентлі болуды мақсат етіп емес, бәлкім өзінің денсаулығы үшін бір ғамқор болу керек та, тек қана тұрмысқа шығу үшін емес, тұрмысқа қазіргі уақытта тұрмысқа шығажақ емеспен деген қызларда, еле қазірше ондай ниетім жоқ деген қызларда келіп көрінеді. Бұл зат қатты қуантырады. Ажаба бимарларыңыз арасында сізге енді көплеген хаял қызлар келеді. Сізді қолайсыз жағдайға түсірген бимарлар болды ма? Уақытлар болды ма? Яки бір қандай да бір басқаша сезімлерге бөлеген, ядыңызда қалатын қандай бір жағдайлар болды ма? Бұндай жағдайлар жүда көп деп айтаман. Ең маған қазір мен енді эмоция хақында айтып отырғанымнан кейін ең мені бір қаттыға қиыншылыққа салған нәрсе, ауыр болып мен көп уақытқа дейін өзіме келе алмай жүрген нәрсе, бұл бір сондай келіншек келеді, хамледар. Ішінде 6,5 айлық, хамлесі узи қылдым, хамлесі жақсы, бөпем дым жақсы, рауажлану жақсы деп түсіндіріп жатырпан. Мен пациентқа ләжі болғанша сондай эмоциямен сөйлеп, мен өз сәл эмоцияға берілушен инсан болғаннан кейін эмоциямен айтып жатсам, ол қыздың бірінші берген сұрау бетіме қарап тұрып, ашпа, бұл баланы алдырып тастауға бола ма деді. Сондай мұздай су құйғандай болды үстіме. Енді не себеп дедім. Не себеп? Бар ма себеп десем, сондай күйеуіммен келісе алмай қалдық, үйінің іші қоймайды, тағы бір нәрсе, құласы сондай машқаларын айтты. Сонда ертең не оқушысың ба деп сұрадым. Бітіруші курстаман деді. Студент болсаң, бітіруші курс болсаң дедім. Сен бір перзентті дүнияға келтіріп бағуға шамаң жоқ па дедім. Сондай дәрежеде мен өзім даусым көтеріліп кеткенін, медсестрам қапыны келіп ашып қарап жатырды да, мен қаттыға даусым көтеріліп кетті. Сондай нәйеріме тығылып қалды. Соған дейін 10 хаял келіп, Алладан перзент сұрап жүргендер келіп атса, наған дәуірдегі үлкен адамды тірілей өлтіруге апара жақ. Сол затта мен қаттыға сөйлеп тастадым. Бір перзентті баға алмайсам ба?
маған баға алмасаң маған бер дедім, мен бағамын осы перзентті дедім. Ешқандай ол нәрсені ойлама, күйеуің үшін, ата енең үшін ешқашан перзент тумайсаң, перзентті дүнияға өзіміз үшін келтіреміз. Бұл нәрестенің, бұл бейгүнә нәрестенің сізден басқа істенген адамы жоқ қой, неге сіз бұны сатқылық қыласыз бұған деп сондай дәрежеде бақырып тастап, елеге дейін ойласам денем түршігеді. Менің де денем сонда түршігіп кетті. үндемей шығып кетті. Бұны егер бітіруші болсаң бағаласаң ғой, аяғыма орау болмай ма деп неге ондай қылып айтасаң? Инсан өзінің пышығы иті қиналса қиналады ғой деп қаттыға сөйлеп тастап едім. Расын айтқанда содан кейін көп уақыт өзіме келе алмай жүрдім. Енді кеше, расын айтқанда кеше жақында бір 2-3 ай бұрын бөпесін көтеріп келді соғыс. Ашпа, есіңізде ма, баяғыда сіз маған бақырып жіберіп едіңіз, міне осындай топ-томпақ бала болды деп әкеп тұр. Өзім сондай сүйкімлі жылап жібердім жаңағыны көріп. Рахмет Ашпа, сізді болмағанда мен барып бір зат қылар едім, дәрі ішсем бе екен деп түрлі жаман ойлар ойлап жүріп едім. Күйеуіменен жарастым, жақсы жасап жатырмын деп келді. Сондай дәрежеде менде сол зат өмірімде бір із қалдырды десем алдаспаймын. Біздер шпакер соққан болу керек дейміз, бірақ бәрібір бірінші орында інсанбыз, екінші орында анамыз, өмірлік жолдаспыз. Соларды бәрібір мен ішімнен өткергеннен кейін, мен өзімде сезінгеннен кейін, расын айтқанда мазам қашады ондай затларда. Одан кейін кеше жақында және бір жақсы жаңалықпен бөлісейін енді. 23 жыл хамнедар болмаған пациентім бар. 23 жыл. 23 жыл дегенде хамнедар болып келген уақытта ол пациент ешкап мен сенген жоқпын. Расы. Сондай дәрежеде Алланың бір әміріменен маған келді. 23 жыл күткен, емленді, көрінді, өзі де сенбейді. Қайдан деп келді. Босанаман дегенше бақылауымызда болды. Расын айтқанда мен анандай қылып, өзі характермам сондай ма, біреу сондай перзент хамнедар болса қаттыға қуанып кетуден қорқаман. Көз тиеді деп қорқаман ба, білмедім. Құласы айтпаң ешкімге деп. Ол күйеу бір жақта тұрсын, мен ол үшін қайғыраманда ешкімге айтпаң, ешкімге білдірмең, хамнедар екеніңіз білдірмең. Жылына туатында ітвар бермеу мүмкін, бірақ сізде сәл хауеспенен қараса бәрібір сәл шәмшіл болады деген менің сондай пікірім бар да. Сөйтіп кеше жақында босанып алды, қызлы болды, жағдайлары жақсы, қаттыға қуанышлыман. Құдайым сондай перзент күтіп жүргендердің хаммесіне нәсіп етсін. Алланың қазинесінде көп тек сорап, уақытын күтіп білу керек деп түсіндіремін пациентларыма. Социал тармақтарда сізді бақылағанымызда, әр күні аял қызларға мәслихатлер бересіз, көптеген кеселіклерді олардың алдын алу хақында үйретесіз. Хам сол уақытта мен көрдім. Гүлайым Аметова, мен шпакермен, бұл менің вазипам, бұл тек қана менің вазипам болғанлығы үшін емес, саламатлығыңызға байланысты сондай бір қиын, сынаулы дәуірлерді бастан кешіргеннен кейін аял қызларға сондай мәслихатлерді күйіп пісіп түсіндіріп отырған Гүлайым Аметованы көрдім. Мен бұл гапыммен не демекшімін? Сіздің сол 3-ші, 4-ші қызларыңызды дүниеға келтіргеніңізде сондай бір сынаулы уақытлар болған екен. Сол уақытларға қайтайық. Жылата жақсы, пәтнеғыла жақсы. Жылата жақ емеспен. Тек қана қазір сол социал тармақларда аял қызларымыз көбінесе сыртқы факторларға алданып қалып жатырыпты. Басына har xil жағдайлар, har xil кеселіктер түсіп жатырыпты, бірақ олар өзін жеуменен өтіп жатыр да, неге менде осындай? Неге Алла маған осындай сынақларды беріп жатырыпты? Міне жүріпті ғой Инстаграмда Гүлайым Аметова және басқа блогерлерге қарап, өзін сондай санасыменен пәске таслап жіберіп атырған хаял қызларымыз көп. Негізінде сондай бір жетіскенліктерге ерсіп атырған хаял қызлардың да, инсанлардың да өмірінде әрқилы қиыншылықтар болуы мүмкін. Сол затты қазір мен қызларға ашып айтып берсеңіз, ол сынақлардан өтіп те сондай бір күшлі, жігерлі жетіскенлікке ерсуге болады екенін түсіндірсеңіз деген мақсатта айтып жатыр. Расында да көпшілік қызларымыз қазіргі уақытта енді сол социал тармақлар бір тәрептен жақсы болып тұрған болса, екінші тәрептен бәрібір қайсыдыр мәнінде ол инсанды
эмоционал бір түскілікке түсіріп тастайтын Әлбетте. жағдайлар болады. Себебі бұяқта мысалы хамме нәрсесі жақсы, хамме заты зор, киіп жатыр, ішіп жатыр, жеп жатыр деп өзімен салыстыру мүмкін. Енді өмірімізде хаммеде жетер-жетпеслік болған Әлбетте. уақытлар болады. Сондай уақытларда азғантай шыдамсыздық, түскілік сияқты жағдайларды келтіріп шығаруы мүмкін. Мен расын айтқанда ол постларды не үшін қойыппан? Бір емес, 2 постым бар, сол хақында сіз айтып жатқаныңыз тура. Социал тармақтағы өзіңіздің блогыңызда. Үтвар беріп оқыпсыз, рахмет. Оны қойғанымның себебі бізде бірінші нәубетте бендеміз. Бір затымыз келіспесе, бір затқа ашулансақ, бір нәрселерге наразы болып, хаме заты кеуілімізге алып, түскілікке түсіп, шүкіршілік етуді ұмытып қаламыз. Мен ол 2 постымды өзім үшін қойыппан. Бір уақытлар сондай қылып кеуілім бір затлардан қалып атса, түскілікке түсіп атсам, я бір нәрсеге ашуланып атырсам, расын айтқанда кіріп оқиман соны. Оқып, өзіме келемен. Мына адамның жаңағы ұйқыда жатқан адамды мұздай су құйып жіберсең ұшып тұра ма? Тап сондай өзім рухым ұшып тұрады менің де. 3-ші қызымды Лейланы босандым. Сол хамедарлық уақытта біздер өзі Ташкентте жасап, сол жақта күйеуімнің жұмысымен болып, мен сол жақта жұмыс істегенмін, жұмыс жолым сол жақтан басыланған. Сол уақытлары карантин дәуірінен алдын, сондай құлағымның артына бір нәрсе бездей болып, бір зат тиген, кішкентай ғана ол бір адам ойына келмейтұғын нәрсе құласы. Сонымен ітварсыз қап кеткен, сонан карантин басыланды. Өзіміз сондаймыз. Қашан жерге жатып, ауырып, жүре алмай қаламыз, сол уақытқа шекем біздер ешқандай медицина сол тарауға бармаймыз. Әсіресе шпакелердің арасында көп озады. Ол тән алу керек ол нәрсені. Бірінші нәубетте қорқақпыз, екінші нәубетте ай не болар дейсең деп молланың жаңағы айтқанын қылда, қылғанын қылма дегендей өзімізге қарағанда сәл әзіленіп қаламыз. Хамедарлық дәуірім жақсы өтті, Лейлаға хамедар уақытымда. Сөйтіп босанып, жақсы босанып, үйде бөпем соқта 10 күнлік беді. Неге дұрысындай қылып ұйқылардан алдын жататын уақытта мынандай көпшікке деп қаттылау жатып жібердім ба, бірден ауру болды. Қарасам, қолма енді бір үлкелі бездей болып тиіп тұрды. Сол уақытлары ертесіне азанда таң атса құда қалесе барып көрінейінші, УЗИға түсейін, не зат екен деп. Сөйтіп түссем без бар екен. Күлайым бұл плеоморфная аденома деген без болады өзі. Енді ұшасады, бұл бір не десем болады, қауіплі емес, бірақ мына 3 шақлы нерв өтетін, яғни біздердің бетіміздің ауызға келетұғын, ерінге келетұғын нервлардың соның ішіне өтеді. Ұсы бездің арасына өткен уақытта, егерде ұсы без зақымланса, мысалы, жақсы емес жағдайлар келтіріп шығарады, яғни парез, параличлар келтіріп шығарады деп түсіндірген. Енді мен онколог болмағаннан кейін қаттыға қорыққанма менде ойласып, үйдің ішімен сол уақытта папамызға, әкемізге айтпастан кеттік расын айтқанда. Өзі бөпем 18 күнлік. Енді қорықтық, өзі қаттыға біздер үшін қатты қайғырады да. Мен өзімнің әкем қатты енді не десем болады, көзінің қарашығындай асырайды. Кіттай тамағым ауырды десең, кешке дейін бір 20 рет телефон қылады ғой, сенесіз ба? Ондай енді білмедім, ондай мехірлі. Басқалардың әкесі сондай шығар, бірақ біздердікі ұлыма сондай да. Сөйтіп оған айтпадық, оқуым бар еді, пұл төлемлерін төлеп қойыппан, папа барып қайтуым керек деді. Ол хайран болды, бірақ күйеулі тыныш емес, мамаммен кететін болдым, енем, үшеуміз кететін болдық. Қолымда 18 күнлік перзентім бар, Лейла. 18 күнлік нәрестеңізбен Ташкент қаласына жолама алдыңыз. Кеттік, сол жақта сөйтіп операция болатын уақытта. Операция неше күн дауам етті? Операциямыздан 2 күн алдын жатқарады ғой. Таярлық операция. Себебі бұл үлкен көлемдегі операция деп түсіндірілді. Хам бұның асқынулары біріншіден бет жүздің қисайып кетуі. Бірінші асқынуы. Екіншісі құласы сол жерде қан тамыр нервлар көп. Ең ақырында өліммен тамамлану мүмкін деген жеріне тен қол қойып бергенмен операция қағазына. Сонда қызымды үйге тастап баратырпан, мамам мен енеме таксида больницаға бараман деген қатты жылап барғанман. Жылаттың сізден. Сөйтіп құласы Аллаға шүкір, операциям жақсы өтті. Одан кейін азғантай депрессия халында болдым. Себебі
туу дәуірім аңсат емес та, бәрібір хамме қарасты. Атрапымдағы туысқанларым, ата-анам, ата-енем, өмірлік жолдасым, хаммесі қарасты. Соның арқасында шығар жақсы тікілем кеттім, жақсы. Көпшілікте сондай менен қатар операция болғандардың көпшілігінде бет жүзінің қисайып кеткендерін көріп, әбден депрессияға түскен уақытларым болды. Сол дәуірлерден өтіп, өзіме келіп, жақсы болып, енді жұмыс басылап, жұмысқа араласып кеттік. Оң арасында сөйтіп жүрген уақытта Алла Тағаланың қалауыменен сол 4-ші перзентіме жүкілі болдым. Ажапа қараң, егер де сіз сол баста құлағыңыздың артында без сездіңіз ғой, ең баста сол сезуменен шпакерге хабарласып, оның алдын алғаныңызда ол операция уақытына шекем бармайтұғын едіңіз, мүмкін еді, бірақ ол бәрібір де операция жолымен алынады, бірақ ол уақытта көлемі кішілеу уақытта аңсатылау алынады екен да. Мені операция қылған уақытта 5,5 сағаттай давам еткен операциясы. Соменен жүдә бір не десем болады. Инемен құдық қазғандай операция, нерв қан тамырымен байланысты болғаннан кейін сол жақтағы шпакерлерге рахметімді айтаман. Сондай бір күтім қылып, жақсы қылып, аяққа тұрғызып бергеніне рахмет айтаман. Әлбетте. Сол арада жаңағы айтқанымдай, әлбетте қалеген жердегі қолайсыз нәрсені сезген уақытта организм өзі сигнал беріп жүреді біздерге, бірақ біздер көзге ілмеуіміз мүмкін. Сол уақытта бірінші ойым, өзім шпакер болып, бұны қалай ітібарға алмадым екен деген нәрсе мені қаттыға өзімді қинады, расын айтқанда. Сол менен уақыт өтті, жұмыста жүрдім, социал тармақларды жүргіздім. Сол уақытта халықпенен қаттыға жақын болдым, жақынларым көбейіп кетті арасында. Сол қолдап қуатлаушылар дегендей бір күндері сондай. Және 4-ші перзентіме хамиледар болдым. Фатимаға. Өзім көшілі токсикоз болып тұрып, токсикоз пациентларым келген уақытта мазам қашады. Бірақ қаттыға жұмысымды жақсы көргенімнен ба, қаттыға жауапкершілік күшлі ма, бірде күн қалып көрмедім, ауырдым деп. Қатты грипп болған уақытларымда да біздерде медикал центрда істедім, клиникада. 2-ші этажға барып, процедурныйда жаңағы уколларымды алып келемен, системаларды, хаммесін алып келіп, отырып, пациент көруді, қабыл етуді давам ететін едім. Еш мен ауырдым деп, ерте қайтып кеткен күнім болмаған сол уақытта. Сөйтіп жүріп, хамиледарлық дәуірім идеал халатта өткен, расын айтқанда. Себебі қаттыға күтініп, өзімізде лаборатория бар, хамме анализларын бақылауда болып, керек дәрі-дәрмақтың мен онша ітібарсыздық қылатын едім, алдыңғыларында енді үстінде жақсылап қаранайын деген мақсат қойдым алдыма. Сондай дәрежеде шаққан болып жүретін едім. Енді көрген адамлар, ай сен бұл қалай жүрсең мына халатта деп. Расын айтқанда босанаман дегенше жұмыста болдым. 12 август күні, тап 6 күн еді сол күні. Сол күні жұмыстан қайттым. Қой, мен бүгін мазам қашып тұр, ертелеу қайта қояйын деме. Ерте қайтқам өзі сағат 5. Сөйтіп, сонымен қайттым, үйге келдім. Азғантай мазам болмағандай болды. Енді мүмкін толғақ басыланып атқан шығар деп қойдым. Соменен толғағым күшейді. Туу үйіне бардық. Тым жақсы кірдім өзім аяғыменен. Барған уақытта сол лифттан көтеріліп, барған уақытымда негедір өзім қаттыға мазам қашып, бірден құлағамды білемен. Кіммен бардыңыз? Өмірлік жолдасыңызбен бардыңыз ба? Өмірлік жолдасыман бар, енеман бар. Енді біздерде әдет бар да, өзі үйде. Өзімнің анамды қаттыға қорқытып жібермейін деп тұрып, босанып болғаннан кейін айтатын едім. Хамме уақыт сөйтетін едім. Себебі ана болғаннан кейін 2-ші қызымда ертелеу айтып қойып, енді болған расын айтқанда, өзі ажапам екеуі деген сыртта жылап, қиналып қалған. Содан кейін айтпайман енді босанғанларын, босанып болып айтаман деген бір пікірде қалды да менде. Сөйтіп, сонан кейін барып, сол коридордың өзінде мазам қашып құлағанымды білемен. Кейінен сол арада әйтеуір босандым, бірақ жағдайым жақсы емес бола берді. Қаттыға өзіңіз босандыңыз ба, операция жолында? Өзім босандым. Мына перзентлерімді өзім енді алдын перзентлі болып көрген инсан біледі өзі. Бөпені туғаннан кейін аял адамда сондай жеңілік, сондай күш болады екен қаттыға. Мен сол затты сезіне алмадым. Еш мазам қашып атырыпты, еш нәрсе жақпай атыр, көзімді аш деп атыр, аша алмай атырпан.
қасыма келіп сөйлеп жатқанлар, бір-бірін енді құтлықлап жатырыпты. Соның арасында бір уақытлары қан кету тоқтамады деді. Қан кетіп жатырыпты деді. Сол арада енді менің құлағыма көп каплер шалынды, сәл қапада болған уақытларым болды. Өзі гинеколог болып тұр, созатты білмедім екен. Ал сондай етіп қан кетіп жатырыпты білмедім екен, сөйтіп жүре берем екен, қаранбадым екен деген өзімнің сондай атрапымыздағы адамдардан көп созатты естім. Бетіме айтпағанмен сыртымыздан естім. Сондай уақытта бір нәрсе ойыма келді. Алла Тағала минет беремен десе, ямаса инсанды сынайман десе, хау тоқтай тұр, мынау гинеколог екен ғой, бұл қанамау керек, бұл идеально туу керек деген нәрсе болмайды. Өзі біздердің арамызда да бар ғой, шпакер ешқашан ауырмау керек, мұғалімнің баласы ешқашан оқымай қалмау керек, ол үлгілі білгіш болу керек деген нәрсе. Тап сондай. Бірақ бір нәрсені айтаман, өмірде ешбір инсан тап гинекология бойынша жаңағы медицина ілімдері кандидаты болсаң, доктор болсаң да, бұл нәрседен ешкім қамсыздандырылмаған. Бұл нәрсе менің басында болуы мүмкін. Ешкім бұл нәрседе мына нәрсе менде болмайды деуге болмайды екен бұл өмірде. Сол себепті сондай жағдайда қалдым. Сол уақытта сәл қапада болдым, расын айтқанда ішімнен өтті созат. Бірақ шпакерлер көбейіп кетті, бір 20-лаған адам. Көзімді ашпай жатырпан, атрапымдағылардың сөйлеп жатырғанын, кім не істеп жатыр, бәрін тап көзіммен кино көргендей көріп жатырпан. Көзім жұмық бірақ. Құлағыңыз естіп тұр, энергияңыз жоқ. Жоқ, ұлыма сөйлеуге халым жоқ. Соның арасында енді расын айтқанда менің ысы орында бір зат айтаман, менің қайненем қаттыға бір не десем болады, жүрегі бар шпакер деп айтаман да. Хақиқатында мен ординатура оқып жүргенде көрдім. Ауыр мәселелер шешіп берген жағдайларын көргеннен кейін, ол анау-мынау нәрседен қорқпайтұғын білемен. Ол есатқымайды, міне андай қыламыз, өйтеміз, бүйтеміз деп тұрып шешім қабыл етіп тастайтын адам. Сондай қылып, ал қан кетіп жатыр деп жұғырсып жатырған уақытта, көзімді бір ашқан уақытымда, сондай қайненемнің дивалға сүйеніп, бетінің реңі адам деген андай түнеріп кетті дейді ғой. Түнеріп кеткенін көріп, мен сол уақытта қорықтым. Менің қайненем қорқып жатыр па? Демек, менің хақиқатында жағдайым жақсы емес деп ойладым. Сонда енді жатырды алып тастау керек, операция қылу керек, қан тоқтамай жатыр, үлкен мәселе көтеріліп жатыр. Сонда операция қылынатұғын шешімге келді. Жатырды алып тастау керек деген сөз басқа бола алмайды дегені. Сонда қиялымдағы бірінші ой алса алсын деп жатырпан да. Сонда бірінші ойыма келген зат, мен мысалы өзім сол жерде жан таласып жатсам, ойыма келген нәрсе өзім нәрестелерім. Басқа ешкім көзіме көрінбепті да сол уақытта. Перзентлерім не болады деп. Кейіннен ойлап қарасам, сол мен қайтып қиналып жатқан болсам, менің ата-анам да сөйтіп қиналған сыртта. Сонда коридорда кетіп баратырпыз, операционныйға алып баратыр, енді каталогыда алып баратыр. Бір Алладан соранып атпан. Мен тастап кет деп. Кейіннен сұрап жатырпан да, операционный менен мен жатқан палатадан аралық қатты ұзақ беді деп сұрап жатпан. Яқ дейді, кейін өзім жүріп көрсем бір адым жер. Бірақ мен тап шексіз жерде кетіп баратқандай сезім болды да менде. Сонда бірінші болып сол ойлағаным, мына туылған нәрестемнің бақытына аман қалғайман, перзентлерімнің бақытына аман болғайман. Онан кейін және бір ойым, қазір еслесем күлгім келеді. Енді Аллаға расын айтқанда бір қадем жақын болдым десем алжаспаймын сол уақытта. Еш затты ойлап жатырғаным жоқ та, тек сол менің үйіме ана зат алуым керек, мен алтынды алуым керек, мына киімді алуым керек, ямаса ең ақырғы модельдағы телефонды алуым керек деген нәрсе адам ойына келмейді екен. Адамның жаны шыбын шелі екен деген. Шыбын жаны деп ата-баба құрдан-құр айтпаған екен. Тап етеді өледі ғой шыбын. Тап сондай, инсанда да сондай. Сондай дәрежеде еш нәрсе ойыма келген жоқ. Көз алдымда тек қана сол бір Аллаға жалынумен болдым. Одан кейін
бір ойым, алла дедім, мен сонша енді оны бір міндет мәністі емес, мен сонша инсанға шын кеуілімді ашып жәрдем беріп жатпан, сол перзентлі болуына жәрдемді тигізіп жатырпан қолымнан келгенше. Мен ондай дәрежеде жаман инсан емеспін ғой деймін, ішімнен сол затты ойлаймын, қазір ойласам күлгім келеді. Алла сүйген бенделеріне сынақ береді. Соны мен ондай бір жаман адам емеспін ғой. Мені бір перзентлерім анасыз қалмасын, мына жетім болмасын деген нәрсені бір ойымда сол зат болды. Сонда енем қолына ұстап, мама алсын, мен тірі қалайын деп, енді хамме заттың илажы болады, мен тірі қалайын. Сол айта жағым, өмірде хамме заттың илажы болады. Өзіңнің денсаулығың болса, екі аяғың жүріп тұрса, өзің ауқат шайыңды ішіп жесең, ақыл парасатың жақсы істесе, хамме заттың илажы болады. Денсаулыққа қараған нәрсе болатын болса, хамме зат бірден болып қалады. Сол екен, сонымен операцияға кірді, операция жүда жақсы шыққан, еш нәрсе оята сала, бақытыма жақсы шпакерлерге дос болдым сол жерде, операция жақсы өтті, гүлайым еш нәрсеге тиілмеді, хамме затың саппа сау, мошнисаң деп, сондай дәрежеде мен операциядан шығып өзім көп қан жоғалттым, көп енді жүда көп қан жоғалтудан кейін өзім қатты бақытты сезіп жатпанда, мен өмірімде еш затқа өтіп қуанбағанмын. Кім келіп жағдайымды сұраса да қатты күле берген құсайман да ыржиып, мен жақсыман деп, сондай дәрежеде сөйтіп анамды кіріп келатқан уақытында өзімнің анамды көрсем, бір 10 жылға қартайып қалғым. Әлбетте перзентінің ауырып жатырғанын көрген ана шыдай алмайды. Қорқып кеттім, мамамның түрін көріп, асында көргенімде бір жап-жастай еді. Адамды перзенттің ауырғаны қатты қамсықтырып тастайды екен. Әлбетте ата-ананы ешқашан перзентпенен сынамасын деп соның үшін айтады ғой. Сол үшін ата-бабаң айтқандай, итті да есімен қинасын дейді ғой. Сондай аяқ ауыр. Құда қаласа перзентін дүнияға келтіруді күтіп жүрген хаял қызлардың хаммесіне күнделікті тілегім. Күнде тілеймін соны. Құдайым сондай екеу бол, екі аяғымен кіріп барып, Құдайым бөпесін көтеріп, аяғымен аман сау бауырына басып қуанып шыққай деп сол затты тілеймін. Себебі мен har күні бұл нәрсемен істесемен, расын айтқанда, менің жұмысымды көпшілік ойлауы мүмкін, тек емлейді, ауруды емлеп қана қою емес, менің жұмысым күшлі психоэмоционал зорығудан барады. Күніге 60-70 адамға шекем қабыл етемен. Мен адам көріп шаршамаймын. Мен har бір инсанның дәртін естіп, қиналғанын естіп, перзентлерін жоғалтқанларын естіп, har бірінің енді шаңырақтағы har қилы ауыр машқалаларын естіп, мен содан зорығат кеммен де, кеште деген сөйлеуге халым болмай қайтаман. Сондай, сол үшін жаңа айтқанымдай, Алла Тағалаға шүкір, Алла Тағаламның қалеуіменен, сол мені жақсы көрген инсанларымның, халқымның дуасыменен аман қалған шығарман деп ойлап жатырпан. Сол орында жаңа айтқанымдай постты сол үшін жазғанман. Енді өзімнен кететін уақытлар болады, бір затлар кеуілім толмай. Сондай уақытта сол постларымды оқиман ба, бірден өзіме келемен. Әлбетте біз қамсыз-түйінген бендеміз, хаммеміз сондаймыз. Сол үшін хаммеде сондай бір өзін келтіріп тұратын, өзіне келтіріп тұратығын бір уақияны қай жерлерге жазып қою керек, еслетіп көзінің алдында көрініп тұратығын дегендей. Сондай хамме туыға барған хаял қызларымыз сау саламат перзентлерін босанып, ананы балам деп жылатпағай, баланы анам деп жылатпағай дегендей, сондай хамме денсаулығыменен, өзінің бала шағасыменен өз күніне сау болып жүрсін, хамме заттың илажы болады. Тек қана денсаулыққа қарау керек екен дедім. Әлбетте, осы орында екі нәрсені айтып өткіміз келеді. Біріншісі, осы темалардан соң айтып отырғаным ғой жапа. Біріншісі, сол
Қашан организміңізде қандай да бір өзгеріс яки кеселікті сезіп жүрегіңізге бір білдіріп тұрса, бағана айтып отырсыз ғой ажыпа, негізі білдіріп тұрады деп, не? Сол сезінген уақытыңызда тезлікпенен шпакерге барып көрінің. Денсаулық, саламатлық кіреулі нәрсе. Ал екіншісі болса, сол сіздің көзіңіз көріп, жүрегіңіз ұрып, ал жүзіңіз күліп тұрған болса, сізден бақытлы адам жоқ. Сол затты сезініп жасаң. Инсан өзі өмірге сондай бір ажайып арзулары менен қадем қояды, харекетленеді, кімдідір үлгі сипатында, ал кімдідір мотивация алу мақсатында көреді, солардан үлгі алып жүреді. Енді өмірге қадем қойып атырған кішкене ғана балаларын хаттегі сіздің клиникаңызға келіп тұсау кесу мәресімдерін өткерген екен. Қандай ажайып сезімдер. Инсанды және жауапкершілікпенен үлгі болып жасауға харекетлендіреді. Көпшілік енді өзіме де жазады, келіп айтып кетеді, рахмет, қызым сіздей болсын, келінім сіздей болсын. Расын айтқанда мен ол нәрсені алып шығуға да айтуға да қатты ұяламан. Мен үшін бір қолайсыз сезімді, ұялып кетемін, қысынып қаламын қайта. Сол тұсау кестірулерге шақырады, рахмет деймін. Біріншіден аз ғана болса құрмет қылған үшін. Ол нәрсеменен инсан қаншелі абырайың дейма, атағың дейма көтерілген сайын инсан соншелі төменшік болу керек менімше. Сонда ғана адамның жүзі жарық болады, сонда ғана халықтың арасына аз ғана болса абырайлы болады. Сондай жетіскерлікке сол көтермелейтұғынам халық, жоғарыға абырайыңды асыратұғынам, атыңды шығаратұғынам. Халық ол нәрсені елге танылған инсанлардың хаммесі біледі. Сол қатарда мен де сол нәрсенің хаммесін ең алдымен Алла Тағала күнге жеткерген, шараятларды жаратып берген ата-анам, ата-енем, өмірлік жолдасым, қолап қуатлаушы туылған туысқандарым. Әлбетте хамменің артында сондай менікіндей асқақтау тұратұғын болса, ол инсан жетіскерлікке еріспей қоймайтұғын шығар деп та ойлайман. Оғанам шүкір деп айтаман har күні. Рахмет ажыпа, сіздің күнімене айтқан сол гәплеріңіз, сезімлеріңіз, қиыншылықтарыңыздың бәршесі қазір бізді тамашалап отырған күнде лайк подкастының ықыласпентлеріне аз ғана болса да өмірлеріне сабақ болса, біз бұннан қуаныштымыз. Ал қазір болса сол жамаатымыз тарапынан таярланған кішігірім сауғамыз бар. Күнде лайк жамааты атынан сізге ажайып күнделік ілайым іші һәрдайым қуаныш һәм шатлықларға, ажайып бір өзіңіздің тарих бетлеріңізіне айлансын. Рахмет көп-көп. Рахмет. Сіздерге де осындай бір расын айтқанда емін еркін отырып өзіңнің пікірін білдіре алатұғын, осындай бір сұлу гәплерден ібарат емес болған, бәлкім хақиқатты айтып, расында да ішімізден өтіп атырған, өзіміздің енді үлкен өмір тәжірибем үлкен деп айта алмаймын, бірақ менің тәжірибем көпшіліктің өмірінен алынған десем де алжаспаймын. Күнде созатпен істесіп отырғаннан кейін аз да болса да осындай қыз келіншектерімізге, түскілікте болған қыз келіншектерімізге сабақ болса, азғантай болса өзлеріне өрнек алса, бұл нәрсе бір үлкен сауаплы іс деп ойлаймын. Рахмет көрсетуге шақырған үшін. Елі де сабақ алатұғындай, өрнек алатұғындай инсанлар келіп, бірге сәубетлер өткеріп, сол біздер тамашалап отыра бергенбіз. Әумин, айтқаныңыз келсін. Хаял күнделігі һәр дайым қуаныш һәм шатлықларға толы болсын. Бұл күнде лайк подкасты. YouTube каналымызға ағза болың һәм күнде лайк басың.